аптасынан деген дана халқымыз, бүгін біз шаһар халқынан мен қамтамасыз етіп отырған Ақжемин зауытына келдік. Бүгін біз сіздерді жұмыс барысымен таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрылысқа даму корпорациясынан 185 миллион ақша бөлінген тұғын. Жалпы көлемде 400 миллион қаражат жұмсалды наубайханаға. Бізде енді қазір 70 адамға дейін қамтамасыз етіледі жұмыспен. Жұмыспен қамту мекемесінде жұмыс істеп жатырмыз. Адамдар саны 2 апта болды жұмыстың басталғанына, адамдар саны әлі жиналуда. Бізде тәулігіне 10 мың келі ұн игеріледі. Қызылорда қаласының 70-80% нан қамтамасыз етеміз. Қазір 25-30 адамда жұмыс істеп жатыр средний. 2 сменамен жұмыс істейді тәулігіне. 8 сағаттан. Техникалардың барлығы Турциядан келді. Панимор деген компаниядан көп тұрғанымыздай. Бізде 8 пеште алынды. Турциядан келді. Онда АО СПК Вагамур деген мекемеден алып жатырмыз. Үкімет. Бірінші қамыр ретімізде бірінші неге салынады, базар қылатын системасымыз бар, өзіміз соған салынамыз. Одан кейін қамыр неге өзі қазанға салынады, одан кейін суын несі бәрі құйылады. Содан кейін илейміз қамырымызды, сосын келіп көрсеткен аударатын жерге барып қазанымызды аударамыз. Содан қамырды аударып, метеге саламыз. Сол жерден өзі түсіп, несіп түсеміз, формаға саламыз. Формадан шамалы көтеріп, перенакатын жасаймыз. Накат жасалғаннан кейін расстойкаға кіргізіледі. Расстойкаға бір жарты сағат 40 минуттай тұрамыз да, пешке саламыз. Пеште уже дайын неміз түседі. Пеште 37 минут тұрады нанымыз. Бір қазан бүгінде 432 нан шығады. 2 вагон еткенде.